Арман позвонил, сказал, что там какие-то митинги идут. Бұл атышулы Арман Жұмагелдиевтің жары Айкөл Әлікжанова, Қырғызстан аруы 2014 байқауының жеңімпазы. Президентке өтініш жолдап күйеуінің кінәсіздігін айтты. Бұл туралы Экспресс-ка жазды. Оның айтуынша Арман Жұмагелдиев Қазақстанға қызының туған күнін тойлауға келіпті. Ал қонақ үйде болғанда тек адамдарға көмектесуді ойлаған. Дики Арманның жүрегі осыншалықты жұмсақ болар ма еді, бірақ мына көрініс жоғарыда айтылған сөзге мүлдем қарама-қайшы. Бейтаныс азаматты көмекшілері Арманның алдына тізерлетеді. Ашуға булыққан Жұмагелдиев жігіттің басына тапанша тақайды. Осы сәтте даяшы тамақ әкеледі. Астан кім бас тартушы еді? Дики Арман тамақтанып отырғанда әлгі жігітті қасындағылар соққының астына алады. Әлеуметтік желіде Арман Жұмагелдиевтің қырғыз халқына бағытталған видеосы қызу талқыланды. Дәл осы кезде баламның жаман ойы болған жоқ деп Руза Хамза қызы айыр қалпақты ағайыннан кешірім сұраған еді. Жұмагелдиев Арман Бақтыұлының анасының. Міне,